Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бананды кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қарайып кеткен банандардың қарайған жерлерін алып тастап, осылай шанышқының көмегімен немесе осылай картоп езетін езгішпен езіп алсаңыздар болады. Содан соң бір дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де бананның түйіршіктері қалып кететін болса, ол ештеңе етпейді. Ол сонда да жақсы пісіп шығады. Содан соң 180 грамм қантымызды қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 6 ас қасық сұйық майымызды алдын ала дайындап осылай құйып алсаңыздар болады. Граммен өлшегенде 100 грамм болады. Жақсылап араластырып алып, ұн салатын боламыз. Ұнымызға ең алдымен қопсытқышымызды салып, разрыхителді салып, жақсылап араластырып, шетінен бөліп салып отырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Ұнның түйіршіктері қалмауы керек. Ең бастысы ұнды ситадан өткізіп алыңыздар. Содан соң ас содасын салып, жақсылап араластырып, бір массаға келгенше барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай осылай басын жақсылап біріктіреміз. Менде 16 дециметрлі силиконовый қалып, сол қалыпқа салып 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Егер сіздерге ұнаған болса, жасап көріңіздер. Не көріп тұрғандарыңыздай қалпымызға салып жатырмыз. Оңай әрі дәмді болып шығады. Қалауларыңызға қарай шоколад сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Ас болсын.